Біз тікұшақ апатына ұшырап белгісіз орманға тап болған болатынбыз. Ал бұл орман ішінде бізді өте ашаюлар және орманның аңызға айналған зомбилар күтуде. Бүгінгі видеода осы орманда выживать етіп, белгісіз жерлерді зерттеп, аман шығуымыз керек. Тағы да бір приключение басталып кетті. Менің қасымда нуп бар еді. Қаяқтасың? Көтім атып жатыр ма? Мына жер өртеніп жатыр. Нуп тесте шықса сен қуасымға атып кетуі мүмкін. Ё-моё, мына жақ не болып жатыр? Короче, мен рульде отырғам. Қасымда сосын тағы біреу отырды ма десем, мен жалғыз отырыппын рульде. Сен келіп ошым. Сен артта ұйықтай бер. Өзім апартсың деп айтып едім ғой. Бұны айдамай дейді. Болды. Нормально выживать етіп енді бір нәрсе қылып. Мә саған тағы да мынандай выживаниеге тағы да бір үлкен приключениеге тап болдық па не кәдімгідей. Бетик қазір біз деген сразу көтеріліп кетесің, сразу мынау вертолетті бөлшектеп, темірлерін металлоломға өткізіп, ақтасына фига үй соғып алайық. Қайдағы металлоломға оттың бәрін өшірін ремонттаймыз бәрін. Оттың бәрін өшір. Ойбай нәжен. Қайдақ мынау? Бұл қай жақ дегенде білмеймін, мынау орман әйтеуір. Біз орманның үстінен өтіп барып түсіп кеттік, білесің ба? Менің еще қардың ашып жатыр, прикинь. Білмеймін, тайга дей ма, орман общем үлкен. Короче, тайга деп тұрмай не? Не екен білесің ба тайганың вообще? Не болды сол тайга деген білмеймін. Білмеймін, мен де білмеймін не екен. Ал бізге үй соқпасақ болмайды сияқты. Мына орманда менің естуім бойынша білесің ба? Ең опасный зомбилар және де ең опасный жануарлардың бәрі осында екен. Абайлаймыз ода жер. Шынба дегенде шын, конечно, қалай болатын. Бізге примерно үйді қай жерге салу керек? Бізге үйді примерно мына жерлерге салып берсек, негізі зор болады деп ойлаймын. Қаладақа үйді. Бұяқта қала жоқ қой, қуасың ба? Металлолом да жоқ қой жерге. Қала болса лучше выживать етпей сояқта тұра салмаймыз да барып. Жынды екен оны. Металлолом жоқ дегенде айтыған сол. Зомбиларға сатып көрейік те, зомбилар алатындар, темір керек қой оларға. Мә, оны білмедім енді. Осылайша біз выживаниемізге толықтай кірісіп кеттік. Достар, егер де сіздер сауда саттық немесе инвестициялауды көптен бері ойласаңыз, Амаркетс дәл қазір ең жақсы бастаманы ұсынады. Амаркетс қаржы нарығында 17 жылдық табысты тәжірибесі бар халықаралық инвестициялық платформа. Тапсырысты орындау жылдамдығы, қолайлы сауда шарттары Амаркетстің ең маңызды артықшылықтары болып табылады. Ыңғайлы қосымша, тез және артық әрекетсіз сауда жасауға мүмкіндік береді. Автокөшіру құралы ең жақсы трейдерлердің саудасын автоматты түрде қайталауға мүмкіндік береді. Кәсіби маманның тәжірибесіне сүйену арқылы ақша табыңыз. Егер де сіз трейдинг жолын енді бастап жатсаңыз, тегін оқыту, вебинарлар және аналитика алыңыз. Сенімді түрде бастауға және табыс тауып бастауға қажеттінің бәрі осында. Амаркетс қолдау қызметі әрдайым байланыста, чатта тәулік бойы 24/7 жедел жауап беріледі. Сіз әрқашан өзіңізге түсінікті әрі ыңғайлы тілде көмек ала аласыз. Ең қызығы, Амаркетс нарықта 17 жылдығын атап өтуде және ауқымды ұтыс ойынын бастады. Porsche Cayenne автокөлігі және жалпы құны $200,000 болатын 100-ден астам сыйлық. Жүлделердің бірін қалай ұтып алуға болады? Өте оңай. Егер де әлі тіркелмеген болсаңыз, жеке кабинет ашыңыз. Менің купондарым бөлімінде қатысуыңызды растаңыз. Сауда шотыңызды кемінде $500 толтырыңыз. Бір лоттан бастап сауда жасаңыз және де купон іске қосылады. Осы шарттарды орындау арқылы сіз жай ғана трейдингпен немесе инвестициямен айналысып отырып спорткарға ие бола аласыз. Дәл қазір іске кірісіңіз. Видеоның астындағы сілтемеге өтіп ұтыс ойынына қатысып және Амаркетспен бірге табыс табыңыз. Атигаға мен дейтін тағы біреу бар, мен екеумізге қақырат екеу. Кәне? Екеу. Мә, нубе дейбі. Қорша бар, жасашан ағаштер бар. Сіз ағаштер, бол. Мен бегімді бағаламай дейсің. Болды. Ойнап айтам. Абайлар, аюлар бір нәрселер кеп жемесін ар жағынан келіп ал. Абайлайсың оны. Кетем ертең YouTube түсіремді сөйтіп миллионер болып кетем. Сен неге YouTube түсірмейсің, натуре? YouTube түсіремді сөйтіп байып кетем. Қойып берем, бірақ YouTube қызық емес маған, мен деген. Сен негізі YouTube түсірген негізі дұрыс болады деп ойлаймын. YouTube түсіріп короче. Подписчиктер айтып қолдаймыз десе, мен YouTube канал ашсам болады негізі. Болды. YouTube канал. Қолдамаймыз десе керек емес бірақ. Достар, YouTube канал ашсын ба, ашпасын ба, комментарийға барлықтарыңыз жазып кетіңіздер. Ал біз мына ағаштар жинай берейік дейсіз. Давай, бол. Өлтіршан әне нубе. Атигаға айттым ғой бұл. Маған керек болады деп айттым ғой мынау дейді. Маған керек болады деп айттым ғой. Қарас қабан. Менде тамақ жоқ. Тамақ жоқ, менде өлтірші тамақ керек как раз бізге. Өлтір ана жынды ма жұмы. Номен тістеп жүр ғой кәдімгі. Так, мына жерін аламыз ана. Үй салыпсақ мына жерін. Чотам, не айтыр. Мен айттым ғой мынау қайық деген бізге выживание бастаған кезде керек болады деп. Қарасың қайықпен мен ол. Болды, мақұл, кетші бар, керек емес ана нәрсе. Бұны аламыз, үй салайық примерно мына жерін. Қазір күндіздің өзіне кабан шығып жатыр, түнде не шығады екен қазір бүгін? Мерседес кабан ба, Атигаға? Қарсы, кеме кабан болды ғой, қарсы, кеме кабан болдығынан қарсы. Ё-моё, неше ағасы теріп тастасың, хорош. Көмегің зор тиіп жатыр негізі сенің. Болды, енді мына жерді полный қасып вообще дерзко. Нуп, ананы жіберіп қойма, мен өліп қаламын қазір анау. Нуп, хорош, мына жерге полный заттардың барлығын жинап қойыпты мына жерін. Біз күрек алып күн сатып алайық. Бағана сотқасы мен деген андай қайығымның үстіне отырып алған. Нифига себе деп қайықтан
бір ұрып едім сен тістеп алдың ба не сөйтіп жаман тістеп алды ғой анау командар жаман жүгіреді екен ғой. Так достар біз мына жерге енді үйді полный салайын деп жатырмыз. Қарай біздің үй қандай болатынын көріп ал мына жерден. Үйді саламыз нормально болады. деген бағана қабанның еті бар. Кәні мен саған бағана жеп алдым оны болт жеп алдым оны так каменный кирка мен саған жасап берші. Келін мен аналардың бәрін тазалай бер мен аналарды тазалай берейін. И екеуміз екі жақтап мына үйді бітіріп тастайық. Мен саған ағаштар бізде примерно полноценно жетіп қалды деген ойдан бізде өз. Көп сен мына жерден аласың да мыналарды примерно сындыра бересің ғой. Болды короче осыны күн батам дегенше істеп тастасақ әдемі болатын еді. Осыны мен барайын дағыны бір жерден шөл дала жинап келейін. Аяқтарда бір су ма бір нәрсе бағана болып еді мына жерде. Міне су бар мына жерде. Что там? Бункер істеп жатырық қой бункер. Бункер сияқты типа бір нәрсе істеп жатырық, чтобы жерде. Білесің ғой бізде орманда выживанияларда постоянно жерге ұстамыз. Неге? Осы неғып біздің самолетіміз, топ вертолетіміз сынып қала береді. Неғып соны сыққан кезде қарап алмаймыз. Сынып дегенде сынбады ғой бұл жолы. Оны ДТП алдық қой біз енді құлатып алдық қой жынды ма? Болмаса онда айдап үйрен онда Асиға айтсам болмайды. Сөйтіп айдап үйрену керек та бірдеңесі болу керек негізі ше. Көрінген орманның үстіне құлай берсек неміз қалады ғой ертең. Итак бір ақ тісім бар еді ол да жоқ бір екі тісің бар ау деймін сенің негізі. Ну бір екі тісің қалды сенің. Ет саған протезбе бір нәрсе салып береміз енді. Тіреген. Орман іші түнде қорқынышты болатындықтан дереу үй салуға кірісіп кеттік. Мынаның ішін толықтай бітіп қалдық десек те болады. Нүкте жүрмей маған көмектесейін әжем. Атиға болды. Осы үстінен короче мынаны қараса Атиға. Что там айта берші. Не. Көпті мынаның үстіне бүйтіп қоямыз да короче. Аха қоямыз. Бұны нәрсе қоймаса Атиға. Стекло қоямыз ғой дұрыс қой стекло болады ғой көріну үшін. Атиға онда қоймаса үстіне кәсіммен деген сөп қойын. Шөпті итакта қоямыз. Сенде не бар ма? Алмаз бір нәрсе бар ма? Алмаз деп бар. Бағана не деді? Шахтадан бар. Нелер теріп алып кеш бар. Железо теріп қой железо. Ой, терезе жетпей қалды. Терезе Булызник деген көпіне жинап алып келдім. Терезе жетпей қалды ма не? Сондай жинап алып кел. Менде лестница бар. Терезеге мен өзім барып келе жатырмын. Сен маған не алып кеш? Железо жинап алып келсең вообще дерзкий болатын бар. Оны так печкаға салып отқа қақтап қойдық. Енді мына жерге бағана лестницаларды қойып қойған болатын так мына жерге. Атиға мен анадақтан дейтін сен мынандай руда таққан жоқпын. Бірақ мынандай не тауып алдым мынандай. Не таптың? Не ол? Лаярласқан бетон тауып алдым. Лаярласқан бетон бол. Молодец, железо тауыпсың ғой. Молодец. 37 дейді ғой еще. Не болды? Қуасың болып сен железо не екенін білмейсің бе? Бізге ақылдан былай жетіп. Атиға мен деген қазір 8 класс бітіргеннен кейін жазғы демалысымда қалада жүрмін ғой Атиға. Молодец, 7 класс сені аға көштің бе? Мен 7-те оқитын балалардың бәрі жазды ғой бізге. 7-ші Б деген классқа көштім ғой Атиға. Б деген классқа көштің бе? Енді ZB-ның балдары сыйла, қалғандары терпила. Менде үшін мынандай бар Атиға. Что там көмір сияқты ма? Нәжге сала бер, нәжге бәріне сала бер, так железный рудан аламыз. Хороший көмір бар ма не? Штуктовый бәрін берсейші мені. Атиға мен деген өйстіп құлақ қалатымызды сезгендей болды да, көтім сезгендей болды да, сөйтіп абағым үйден. Берсейнен бәрі шахтада тұратын өтірік айтпай, сен бәрін шахтадан жинаны ғой наныңе. Немене алдапсың сен бізді? Аккуратно аламыз. Просто анақта сақтыда бір-екі строитель жұмыс істеп жатыр екен, солардың қалтасынан ұрлап кеттім Атиға. Болды, мақұл короче, сондай болсын. Атиға сосын мен деген YouTube канал асам ғой кейін YouTube канал подписчиктер қолдаса YouTube канал асам да сосын ол жаққа не түсіремін? Ол жаққа видео түсіресің, а нубтың өмірі дейтін видео түсіресің ба? Так нуб қара, мынандай аласындағыны полный короче былайда жинап шығасың, түсіндің ба? Осыны жинап шықтағыны үйдің үстін полный шөппен қоршап тастасаң вообще дерзкий болады ма саған? Атиға бұл деген емес пе? Тамақ істедік, примерно нелер бар. Қойдың жүнін қырқатын нәрсе. Иә, сондай бар, қойдың жүнін алып келсең вообще дерзкий болады, нуб прикинь. Үйдің үстін аласында, в общем, бағанағыдаймен қоршай бересің, түсіндің бе? Бағана шөптермен ше. Мысалы мен міне қоршап бастап бердім, примерно солайынан примерно қоршай бересің. Нуб мына примерно ұйықтайтын жерлер болатын болса, осылайынан үй бола берсін. Үйімізді аяқтап бітем дегенше түнде болды. Достар, бізде далада уже түн батып кетті. Енді бізде мына жақта ойбай факелді қойып қойыппын ғой. Факелді өзімен бірге алып алайын мына жерден оң қолыма болды. Енді мына жерде бізде нуб жүр, мына жерде нуб что там қолыңа меч ұстап аласың ба? Молодец, нуб біз үйдің үстін полный жауып тастадық десек те болады. Дегенде зомбилар шыға ма шықпай ма білмейміз, бұл жақта не бар екен. Вообще білмейміз достар, короче. Осылайынан осы жерде енді отыра тұрайық. Жай отыра тұрайын деп көзімді ілініп кетті. Ең қорқыныштысы түн уақытысында үйдің айналасына зомбилар да келіп үлгеріпті. Нуб бізде түнде что-то вообще қорқынышты болды. Нуб тұра, сен ұйықтап жатқан жоқсың ба? Бізде далада бірдеңелер жүрген сияқты. Мына жерден олардың барлығын киваш нуб саған. Мен оларды киваш барлығын алып меч бар қолында сенің, ә? Қара бізде далада бір нәрсе жүр ма? Походу жүр. Айттым далада бірдеңелер жүр деп нуб саған.
қолда меч бар ма дайынсың ба нуп дайынсың ба что там дайынсың ба ана сөйтіп тұрған ё-моё мен ұрып атқан аяқ нуп өлтір ё-моё мынаны қара давай бір екі давай сөйтіп тұрған жоқ бұлар судан шыққан ба бір бәле сияқты ғой өліп қалма нуп судан шыққан ба бір бәле ғой олардың бәрі басқа жоқ па біздің вертолетті басып алмай ма жоқ походу біздің вертолетті баспайды ана жақта тағы бір жүр екен ана қара түбіне сиіп тұр бір екі үш давай кеттік ал давай ұрамыз үстеліп айтып ё-моё атиға негізі екеуміздікі дұрыс болмаса екіге бір жабылып кеткен мен мына жерден мүлде түсінбей тұрмын ғой қай жаққа барамыз не істейміз не қыламыз енді вертолетті қалай жөндейміз бізге тамақ керек бізге огород үй керек срочно тамақ қандай тағы тамақтар қайда атиға менде тамақ тамақ тағы бар мына жақта менде нан бар ма не сенде нанды қаяқтан шығасың сен айтып тұрмын ғой үйден шығып бара жатқанда қарным асып кетеді деді нан алып бізге короче огородты примерно егіп ұстау керек бізге дальнейшем тамақ керек мына жерде сосын барып огородты егіп примерно осының бәрін туралап примерно бір бақылап көріп қайтқанымыз негізі ар жақтары дұрыс болатын атиға менде деген бар ғой атамнан қалған мындай мотыга бар есікті атиғанан қарасай қане алмазный ма жынды ма атиға ол атамнан қалған ол онымен жер қазуға болмайды әкел мә саған мә бердім су алып келейік барып и осылай огородты до конца істеген нуп давай тез бар мына жерден атиға мен қалтамда есілсе 1 литр су бар егінімізді толық аяқтап бітем дегенше кеш те батты мә саған уже далада түнде батып кетті ал біз деген огородты почти біттік ну болды енді мынаның өскен мә саған ары қарай тез өсіп кеткен ну болды далада түн болып жатыр екен енді ұйықтап тұрсақ нормально болады деген ойдамын мә саған мынаның иісін сезіп қойып зомбилар мә саған әлі біз деген мына жерге мә саған мына жерге не егіп тастаған болды ну короче үйге келіп ұйықтай берейік смело мына жерге немене әлі егіп тастағансың болды тастап кеттік үйге түн болып кетті уже болды үйге кір есіктің бәрін жап тағына мына жерін кидің бе еңкейіп кірдің ба қалай кірдің бір төсек па бірдеңе салып алу керек ну негізі бір қойдың ба жүнін алып негізі өзіміз үрей қорқынышпен әрең ұйықтаған кезде үйіміздің айналасынан тыпырлаған дауыстар естідік ол әрине аю болатын біз оны таңертең тұрғаннан кейін ғана түсіндік атиға болды ойбай не болды не болып қалды ну қуасың ба мен бағана түсім екен ғой ол деген мә саған сүйеуге сықып едім аха кейін едім мына жақтың бәрін қиратып тастаған кім қиратқанын білмеймін бірақ жынды мынаның барлығын кім қиратып тастаған немене құс көбейіп кеткен біздің жақта аңғарсаңыз мен деген мына бүркіті су жүрген ағасқа қадалып қалған бүркіт жүріп жүрміз мына жерде кім мынаны істесе точно бір аю ма бірдеңе істеген болар мә саған мынаны не істейміз енді мен деген жинақа не огород еккеннен қарасаңызшы ағаштар гүлдер шығып кеткен ғой біз деген не істейміз мына жерде полный үй жақты қоршауымыз керек білесің ба мынаның кесірінен ё-моё мынау аю қайта біздің үйді көрмей қалыпты негізі үйді көрмей аюдың іздері ғой аюдың іздері анау ағасының түбінен бір осақтың иісі нені істесем аюдың боғының иісі екен ғой асиға қомаш қаяқтың аюдың боғы мәссаған бірдеңе істеу керек бірдеңе істейміз короче болды мына жерді полный қоршауымыз керек тез болды дайындал тез мына жерді қоршаймыз үй жақты қоршап тастаған шынында дұрыс шешім болар қоршалып тұрса өзімізді кішкене болсын қауіпсіздікте сезінерміз деп нуб екеуміз кірісіп кеткен болатынбыз мен мына жақты почти бітіріп тастадым десек те болады почти емес полный бітіріп тастадым десек те болады мен деген ана жаққа далысқа кетіп қалыппын ғой кәдімгідей атиғаға дейтін ана жақта мен бар ғой екі бір доспен таныстым қандай дос бұл жақта адам бар ма не адам бар ма не адам бар ма бұл жақта адам обезьянка ма бәсе жынды екен ғой мынаны қосында бәсе атиға сондайлар тауып алдым атиға екеуі кәдімгі оны не қыламыз мына егінді егіп тастапсың базар жоқ молодец бітірсін неменеге қаңғып жүрсің енді егінді кесе деген ана бір аюлар жеп таптап қасына тышып кетіп еді ғой бүгін дейтін сол аюларды іздеп көттерін айналайын деп ана обезьянкалар айтты олар жоқ деді қуасың ба олар дейтін оларға не істеме енді ну біз деген почти безопасности деп айта аламын енді потому что атиға айтпақ сол екі обезьянка мені кешке таман плейстейшнге шақырып жатыр соған барып қайтамын қуасың ба қақай бергеле айналып түн болатын аюлар шығады қазір алдыңнан абайлайсың ғой так енді бір ұйықтап тұрып алсақ от душидан болды енді анау ертеңнен бастап ана вертолетті жөндеуге кірісуіміз керек запчастьтар іздеп білесің ба примерно кетіп тұрған мотор анау ё-моё не істеп жүр мынау мына жерін енді біз деген полный полноценный безопасностьта деп ойлаймыз енді достар енді білмеймін енді аюлар кіре алмай ма мына жерге кіре алмайды деген ойдамын енді мына жерін аттап өтіп иіс сезіп қойып ешнәрсе болмайды деген ё-моё не істеп жүрсің болды короче үйге кіріп енді мен ұйықтай
беремін короче түсіндің ба шығаршадым бүгіндікке полный дейінді почти на активе өткізіп қой короче полный активист дейін болды короче нуп огородчик деді мен болсам полный мына жерден стена соқтым короче болды енді үйге барып смело ұйықтай берсек болады. Қуанышымыз мүлде ұзаққа созылмады. Салған қоршауымызды бұзу оларға мүлде қиындық туғызбады. Бәлкім аш болғаннан кейін бе. Нуп ояны нуп тұрса нуп дейсің нуп тұр жындыма тұр балам зомбилардың дауысы естіліп жатыр. Ауыстырып жатыр ма ема? Дауысы естіліп жатыр давай что там бір-біріне жүрмей жүр бір сейт тұрған жоқ ол судан келіп жатқан өлтір мені өлтіреді давай хоп саған юмой мына жер өлтірдік қой тағы біреу жоқ па мына жерде ешкім жоқ па басқа бітті ма вроде тағы дауыс шығып жатыр Асиға қай жақтан шығып жатыр мына жер кім сындырып кеткен ема саған тағы да түнде мен аюлардың дерске жүзуге болады аю жынды ма дерске жүзуге болатын несі жер біздің огородымызда 40 тонналардың бәрі саған жоқ сонда менің түсінгенім бойынша негізі мына жерде біз аюларға төтеп бере алмаймыз енді не істесек болады мына жерде скоро бізді бізге деген тез кету керек үйімізге қарсайынан қарсай үйге кіруге сәл қалғаннан қарсай мына жерден мына жерді сындырса болды бітті екен ғой сарбан жынды сындырмасаң оны мына жерден шығады екен ненің дауысы аю дауысы шығып жатыр жоқ аю көріп тұрған дауысы шықты қазір ғана олар сонда неге түнде келе береді аюлардың бәрі неге түнде келеді нұп кеттіге тасташып болды үйге кіріп кеттік мен бәрі жүндейміз Асиға бізде нұп бергеш бұл жерде негізі бар ғой бір жерден шығатын бір выход болу керек бұл жақта не андай подкрепление дей ма сондай шақыруымыз керек вот именно біздің самолетте ешқандай вертолетте ешқандай связь ешнәрсе ұстамайды не істейміз енді білмеймін оны мен как раз таныс дос балдарым бар сондай 5Gмен айналысатын соған вайфай қойдырайық та үйге нұп болмайтын нәрсе айтпашы 5G дейді мына жақта интернет связь дейді даже антенна жоқ қой мына жерде білесің ба неғып жоқ екен Асиға алдында ана екі обезьяна дос балдарыммен бір сондай апалған біз деген үстіне шыққанбыз анақта дейтін тикток деген айырып тұр мен деген тиктоктан видео көрдім тоқта қаяқта анақта ма білмеймін жында антенна тауып алдың ба не сен Асиға ана үстіне кәдімгі шыққан кезде екі обезьяна досыммен өлмелеп шығып үстіне дейтін кәдімгі сет деген айырып бұл мамамен звондап мамамен бәрін ол жер безопасный ма тайгада жүрмін деп айтып ой смело ғой екі обезьянка досым бар просто олар абайлау керек олар дейтін заман шында айтпайсың ба осыны қаяқта ол шынын айтып тұрсың ба нұп сен өзің сұрамадың ғой енді сұрамасам айтпайсың ба нұп мен сені сен түсінбедім мына жер блоктарды алайық дейсің мына жер бар блоктардың бәрі мә саған неменеге айтпай жүрмін туалетный бумага жында неғып аласың туалетный бумаганы берген мә саған жынды ма нұп қума мына жер примерно мына жердің бәрін примерно жобалап баянан қоршап кете салайық үйді сындырып өртеп кетейік та онда жындысың ба қазір біз ол жерді көрейік та бірінші связьді қалай шақыратынымызды вертолетті қалай шақыратынымызды олар неше минутта келетін неше сағатта неше күнде келетін бергел жүр кеттік тастай жүр бергеле жүргел тастай кеттік апар мені сол жерге дебил қуасың ба жында айбай күйдім жында ой ё-моё мынаны попа сен уверенсің ба қазір бұл жерден шығатыныңа жүр жындымай кеттік саған мынаны дебил екен ғой мына точно мынаны қуады екен мынаны жүр сол жақта қаяқта алдыма түсші көрсет дейсіз давай жүр Асиға ол жерден біз нақты көмек шақыра аламыз ба әлде жоқ па мүлде білмейміз нұптың үйді бұлай өртеп кеткені мүлде дұрыс шешім болмады ендігі әрекетіміз бұл үлкен риск екенін түсіне отыра нақты сол шешімге бардым точно нормально жерге бара тұрып оны тамақ жемейін тоқта досыммен ойсаға келгем сет ұстайтын жер тұр нұп дұрыс что там не болды өлтір нұп давай өлтір біртінде өлтіреміз давай ұрыр мені ұрып жатырлар нұп көмектес маған хоп давай кабан келе жатыр нұп кабан несі кабан өлді мә саған золото шығып жатыр ғой прикинь ұрыр ана өлтір давай өлтір папа дейміз хоп мә саған Асиға мен деген мә саған өлтірдік мә саған жаңбыр жауып кеткенде ақ мынандай что там кәні қалай шығады бұның үстіне не болады мына жерде хопа дейміз обезьянка достарын үйлеткен опа обезьянка достарың жоқта мына жерде шөппен мына жерде мә саған давай шық Асиға ана жерден шыға алмаймын хоп деп былайына аккуратно аласың да шығу керек бір нәрсе қылып опа деп бір нәрсе қылып шығып кетейік мына жерге хопа мә саған шықтық болды что там немене ой ё-моё мына бұзу керек па бізге так бізге кирка бар кирканы аламыз дағы так мына жерде астын тоқтай мына жерде аккуратно былайынан жауып тастайық астымыздан ешкім кірмес үшін и мына жерден аламыз дағыны тоқта ешкім жоқ па мама жынды ма сен нормально қасында Асик болып қумаш мына жерде сындырдық ё-моё көмектес блоктан бәрі шығып жатыр
Ай! Асигаға көмектесіп отыр. Ну көмектес. Ема. Аккуратно өлтір. Ема. Же, ну бәрін өлтірдім ба, что там? Өлтірдім бәрін өлтірдім, болды. Бәлі болды. Ё-моё, мына рычагты басамыз так. Опа деп, мәссаған, спасательный путь уже в пути. Бес. Сөйлеме. 5 минуттан кейін өлсек табалды, 5 минуттан кейін өлсек табалды. Ну болды. Енді смело. Ой, ес, енді бізді құтқарады, ну прикинь. Иә, сигнал жіберілді. Көмек жолда. Дәл сол жерге 5 минуттан кейін құтқару көмегі келген болады. Егерде біз бұл антеннаны таппағанда алдағы күндерімізді елестету мүлде қиын болады. Аш аюлар, аңызға айналған орман зомбилары. Иә, енді бұның барлығы артта қалды. Ал достар, сіздерге видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп өз пікірлеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бұл мен Асик. Всем пока-пока, чао. Давайте.